Сәлем құрметті тыңдармандар. Мен 10-шы сынып оқушысы Нұрлыбек қызы Гүлдәрия. Сіздермен бірге біз біргеміз атты подкастта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін біз бірлік, достық, өзара қолдау көрсету және ынтымақтастық жайында сөйлесеміз. Кейде адамға бір жылы сөз, бір қолдау немесе бір сенімді қадам бүкіл өмірін өзгертуге жеткілікті. Сол күштің аты бірге болу. Ендеше бастаймыз. Біз біргеміз, бұл жай ғана сөз емес, күшті ұстаным. Бұл жалғыз қалмау, қиындыққа демеу беру, жеңіске бірге қуану. Бірлік бізге мектепте достармен тіл табысуға, қоғамда ортақ жобаларды іске асыруға, отбасында сүйіспеншілік пен сенімді нығайтуға көмектеседі. Қандай да бір үлкен жетістікке назар салсақ, оның артында әрқашанда команда, қолдау, ынтымақ тұрады. Мен сіздерге өз мектебімнен бір оқиға айтып берейін. Былтыр біздің сыныпта бір досымызға қиын жағдай түсті. Оның сабақ үлгерімі төмендеп, көңіл күйі болмай жүрді. Сонда сынып болып біз оған көмектесуді шештік. Біріміз есеп түсіндірсек, біріміз қазақ әдебиетінен дайындалуға көмектестік. Тағы біріміз жай ғана жанында болып әңгімелестік. Уақыт өтті. Ол тек сабақтан ғана емес, өзіне деген сенімділігін қайта тапты. Ең маңыздысы ол жалғыз емес екенін түсінді. Міне, сол кезде мен біз біргеміз деген сөздің шынайы мағынасын түсіндім. Келесі айдарымыз қонақпен сұхбат. Бүгін бізде қонақта Шөптібай Гүлназ, мектептің белсендісі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің облыстық жүлдегері. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдармандарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіз. Сәлеметсіз бе? Сіз үшін біз біргеміз деген не? Мен үшін біз біргеміз деген бұл бір-бірімізге қолдау көрсету, қиын кезде жалғыз қалдырмау, бір мақсатқа бірігіп, әр адамның пікірі мен еңбегін бағалау деп түсінемін. Бірлік бар жерде сенім мен күш болады. Рахмет. Айтқаныңыздай біз біргеміз деген ұғым сенім мен қолдаудан басталатыны анық. Мектептегі немесе қоғамдағы бірліктің күші туралы ойыңыз қандай? Мектепте, қоғамда бірлік өте маңызды. Егер бәріміз бір-бірімізді түсініп, сыйласақ, кез келген мәселені бірге шеше аламыз. Бірлік болған жерде тәртіп, жетістік және жақсы орта қалыптасады. Өте дұрыс айттыңыз. Шынында да бірлік дамудың басты тірегі екенін сезіледі. Жастар арасындағы ынтымақтастықты қалай дамытуға болады деп ойлайсыз? Жастар арасында ынтымақтастықты ортақ іс-шаралар, командалық жұмыстар, волонтерлік арқылы дамытуға болады. Ең бастысы бірін-бірін тыңдау мен құрметтеу. Ашық қарым-қатынаста ынтымақтастықты дамытуға үлкен септігін тигізеді. Керемет ой. Ортақ әрекет ынтымақтастықтың ең тиімді жолы екені байқалады. Тыңдап отырған жастарға қандай тілек айтар едіңіз? Жастарға айтарым, әрдайым бір-біріңізге қолдау көрсетіп, ұйымшыл болыңыздар. Армандарыңызға жетуде жалғыз емес екендеріңізді ұмытпаңыздар. Бірлік пен ынтымақ сіздерді әрқашан алға жетелейді. Рахмет, өте жүрекке жетерлік тілек. Бұл сөздер әр жастың ойына ой салады деген сенімдеміз. Енді мен сіздермен бірлікті нығайтуға көмектесетін 3 маңызды кеңеспен бөліскім келеді. Тыңдай біл. Бірліктің бастауы өзара сыйластықта. Қолдау көрсет. Кішкентай көмек үлкен сенімдер сыйлай алады. Ортақ іске атсалыс. Бір мақсат адамдарды жақындастырады. Жанындағы адамға жақсылық жасау үшін үлкен мүмкіндік күтудің қажеті жоқ. Бір жақсы іс бірліктің іргетасы. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз бірліктің шынайы күші жайында сөйлестік. Есіңізде болсын, күш бірге болғанда артады. Қолдау жүректерді жақындатады. Бірлік болашаққа жол ашады. Сіздермен бірге болғаным үшін рахмет. Келесі подкасттарда жүздескенше. Біз әрқашан біргеміз.